Сәлем достар, бүгін мен сіздерге Дубай қаласында өмір сүрудің артықшылықтары мен кемшіліктері жайлы айтатын боламын. Біріккен Араб Әмірлігінің қаласы Дубай қаласы. Бүгінде әлемде сәні мен салтанаты жарасқан таңғажайып қалалардың бірі. Жыл сайын оған бірнеше мыңдаған туристер демалуға барады. Дубай қонақ үйлер мен биік ғимараттар жағынан алдыңғы орында. Дубай қаласының жақсы жақтары: қоғамдық көліктерде әйелдер мен ерлер бөлек жүреді. Тіпті олардың метро вагондары да, автобустары мен таксилері де бөлек. Біріккен Араб Әмірліктерінің метроларының жүргізушісі жоқ. Ол автоматты түрде басқарылады. Барлық транспорттарда жолақысы бірыңғай көлік картасымен төленеді. Мұнда тұратын әрбір адам бай бола алады. Дубай тұрғындары жеке табыс салығын төлемейді. Дубай әр күн сайын ажарлана түсуде. Әлемдегі ең үлкен ғимараттар мен қонақ үйлер осында орналасқан. Сол себепті әлемде барлық крандардың 20% Дубайда. Дубай тұрғындарының құрамы таңғаларлық. Қала тұрғындарының жартысы үндістер. Олар әмірліктегі халық санының 17%-ын құрайды. Қалған бөлігін әртүрлі себеппен келген келімсектер құрайды. Әлемдегі ең үлкен ғимарат бұл Бурудж Халифа. Ғимараттың құрылысы 1994 жылы қолға алынып, 1999 жылдың 1 желтоқсанында пайдалануға берілді. Оны 2010 жылы 4 қаңтарда Дубай әмірлігінің билеушісі Шейх Мухаммед бен Рашид Әл Мактум салтанатты жағдайда ашты. Дүние жүзіндегі ең ірі аэропорттардың бірі Әл Мактум Дубайда орналасқан. Егер Дубайда ұл бала туылса, келесі күні үкімет оған $50,000 береді. Әдетте қонақ үйлер 5 жұлдызды болса, Дубайда Бурудж Аль-Араб қонақ үйі 7 жұлдызды. Ол әлемдегі ең биік 4-ші қонақ үй. Дубай қаласының кемшіліктері: Дубай әлемдегі ең әдемі де елді қызықтырарлық қала. Ол жерде орналасқан аспан тіреген ғимараттар, қымбат көліктер және бірнеше тонна алтындар барлығы да керемет көрінеді. Дубайда жыл бойы ауа райы бір қалыпты болып тұрады. Алайда күннің де дағы бар демекші. Дәл сол сияқты Дубайда еш мінсіз емес. Айтпаған ыстықта жұмыскерлер күніне 14 сағат жұмыс жасайды. Дубайда құрылыстың қарқыны жылдан жылға үдей түсуде. Алайда құрылыс үшін де адамның күші керек екендігі рас. Дәл сол адамдар өте ауыр әрі қолайсыз жағдайда 48 градус ыстықта күніне 14 сағат жұмыс істеуге міндетті. Әдетте ол жаққа қыдырып барған саяхатшыларға мұндай ыстықта 5 минуттан артық күннің астында жүрмеуге кеңес береді. Осының салдарынан қайғылы жағдайлар көптеп орын алады. Дегенмен Дубайда ақша көп және олар барлық мәселелерінің бетін жабады. Ірі су қоймаларын орынсыз жұмсау. Дубайдың негізгі орналасқан жері шөл дала. Яғни ауыз су мәселесі мұнда өте күрделі. Алайда ақша көп болғандықтан бұл мәселені де шешу түкте емес. Тіпті бұл жерде суды үнемдеудің орнына оңды солды шашу үстінде. Мұнай біткеннен соң Дубай мысқа оранады. Егер қолыңызда қара алтын болса, шөл даланың ортасынан зәулім сарай салу түкте емес. Таяу шығыстан негізден асырап келе жатқан да сол қара алтын. Дегенмен ол да бір күні бітеді. Шамамен 20 жылдан соң мұнай жетіспеушілігі басталып, оның бағасы шарықтап кетеді. Сол кезде Дубай жағдайы не болмақ екен? Көлікті қатты айдау өлімге әкеліп соқтырады. Дубайда қымбат әрі сирек маркалы көліктер өте көп. Оларды мінген адамдар әрине жылдам жүргенді ұнатады. Алайда оның салдарының өте көп қайғылы жағдайлары орын алып жатады. Дубайда барлығы да жасанды. Дубайда тұрып жұмыс істеген адамдардың көбісі бұл жердегінің барлығы да жасанды екендігін айтады. Жасанды ағаштар, жасанды күлкі, бай бағландар өздерін король санау үшін Дубайда жасанды етіп салған. Бұл жерде бірнеше уақыт тұрған адамдардың айтуынша, бұл жасандылықтың барлығы адамдарды қызықтырып, олардың ақшасын алу үшін жасалынған деген. Сонапур жұмысшылар геттасы. Сонапур кедей жұмысшылар шоғырланған Дубайдың ауданы. Жылдан жылға бұл аймақта құлдыққа жегілушілердің саны артып, геттоға айналып барады. Бұл жерде 150 мыңнан аса жұмысшылар адам сенгісіз жағдайда өмір сүріп жатыр. Кішкентай ғана бөлмеде 8-9 адам тұрады. Гигиеналық тазалық пен тағам мұнда ұмыт қалған. Ал ең таңғаларлығы, кейбір адамдар үй жануарларының орнына жыртқыш аңдарды ұстайды. Ал олар қоғамдық ортада өте қауіпті. Арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.